Жұмыспен қамту жол картасы бойынша өңірлерге бөлінген қаражат толықтай тиімді жұмсалып жатқан жоқ. Бөлінген қаражат бірдей болғанымен кейбір облыстар тым самарқау қимылдауда. Бүгін Нұр Отан партиясының мүшелері, депутаттар бірлесіп, тұрмысы қоңыртөбел тұрғындардың санын азайту мәселесін талқылады. Еңбекпен қамту бағдарламасы нәтижесінде биыл шағын несиелендіруге 22 миллиард теңге қаражат бөлінген. 103 мың адам білім алса, 9 мың адам жұмысқа орналастырылған. Әлеуметтік аз қамтылған отбасы мүшелерінің барлығын бірдей оқыту мүмкін болмаса да, құрылыс зауыттағы жұмыстарға жұмылдырылған. Мысалы Қызылорда облысы мен Павлодар облысының бірінші бағыт бойынша қаражатын алса 1 миллиард 900 миллион теңге, ал Қызылорда облысында жұмыспен қамтылғандар төмен, Павлодар облысында жұмыспен қамтылғандар жоғары. Бір облыста 200 болса, екінші облыста 2000. Сол сияқты барлық 3 бағыт бойынша да осындай жағдайлар кездеседі. Елдегі жұмыссыздықты немесе жұмысқа деген енжарлықты тек осындай ынталандыратын бағдарламалар арқылы ғана шешуге болады дейді. Жатып шерлікпен күресетін заң қабылдап, еңбекке құлқы жоқтарды жауапкершілікке тартуға біздің қоғам дайын емес, әрі бұл үрдісті өзгерте қоймайтыны анық деп отыр депутаттар.